Жалғасы. Бейнет беру жағына Құдай мырза, Құдай өзі берген сон никак нельзя. Ойнағаны қалады ақтүйе бас, шындағаны шыңғырған даусым реза. Алды артыма серік жоқ, жалғыз өстім. 5 жаста кәріппелікке тұтқын түстім. Жаға кір, шыбын маса бізде қонақ, жен далдал, түте болып өстім. 1-3 жыл ұдайыммен солайша өтті. Өлмей тірі жүруіммен 8 жетті. Құдіретті Құдайымның еріксіз айдап, келтірді Баянтауға Хазіретті. Атамыз үй салуға талап етті. Бала үшін күзетем деп бір мешітті. Тауық жылы салам деп бастаған үй, кемдікпен шатырсыз боп сол жыл бітті. Қыстады мешіт түбін салған үйін, көңілінде бізді оқыту болып түйін. Молдасы Дұржанбай, Халфе Салпе, олардың біз тауыстық гүй-гүй күйін. Тұрмай ма Баянтауда Хазірет енді, Мерген Жақып үйіне пәтерге енді. Гүй-гүйді тауыстым ғой деп тұрғанда, өмірге таусылмайтын дөйдөй келді. 59-ына келген жасы, 19-да жалғыз ұл бар баласы. Бір қызы бар 9 жасар бейбісінен, 4-ақ жан бір үйде болған басы. Қалаға Баянауылға бүгін келді, апарып ертеңіне мені берді. Менен басқа оқыған бір бала жоқ, жарадым мен әкке мен шешеге енді. Биданан бекпіл деуім сабақ берді, мен 2 айтқызбаймын бір сөзді енді. Ағызу бисмилляны мәнісінем, қызығып үйрететін жөні келді. Ғылымды 12 пән өзі білді, кісі еді сөзге ұста шешен тілді. Айтқанын доптай қағып түсірмейтін, алдына дәл өзіндей бала келді. Еңбегін жандыруға Құдай берді, кестеде көре алмаған талай жерді. Сөз жерде қалмасын білгеннен сон, үйретті күннің түн демей төгіп енді.